Сәлем достар, 2020 жыл аяқталып, 2021 жылда кіріп келуде. 2020 жыл несімен есте қалды, несімен ерекшеленіп, қандай жағдайлармен тарихта аты қалды. Келер жылдан қандай үміт бар? Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге жаңа жылға орай керемет видеомызды ұсынамыз. Ал арнаға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде арнаға жазылып, қоңырау шаңы басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңыз видеоны соңына дейін көріңіздер. Уақыт өтуде, уақыт өтуде. 2020 жылда кіріп келді. Және өз кезегінде бәлкім 100 жылда, немесе бір ғасырда бір келетін атының өзі әлемде сілкінткен коронавирус атты аты өшкір індет Қытай елінен бастау алып бүкіл жер жүзіне тарады. Сонымен қатар, бұл індетпен қоса қолдан жасалып отқан дерт немесе індет тарауда. Бәлкім сезіп білерсіздер, білмессіздер. Бұл індет әне-міне дегенше ешқандай елді айналып өтпей, біздің елдің де қақпасынан кірді және күн санап таралуын жалғастырды. Бір мезетте барлық оқу платформалары онлайн форматқа көшті. Әлем тым-тырыс. Тіршіліктің қимылы көзге көрінбес ағза үшін тоқтап, ұйқыға кеткендей болды. Барлығының назар мен ойы сонда болды. Және осы індеттен талай жақындарымыз бен таныстарымыз және қоғамға белгілі тұлғалар да кетіп жатты. 2020 жылдың дүр сілкінткен оқиғасы осы болғанын баршамыз білеміз. Және бұл індет жоқ болып кеткен жоқ. Сондықтан барлықтарыңызды өз мүмкіншіліктеріңізше сақтық шараларын сақтауға шақырамыз. Біз бір елміз. Ел қандай жағдайда кез келген қиындықта еңсереді. Әрине, жұдырықтай жұмыларлық бірліктің арқасында. Бірақ дегенмен біздің көрермендеріміз үшін жақсы жаңалықтар да жоқ емес. Біз бәрі бар арнасы көрермендерді әртүрлі тақырыптағы видеолармен сусындатып отырдық. Оқиғалар, факт және топтар және тағы басқандай да видеолар. Бұны біздің тұрақты көрермендеріміздің білері анық. Біз бұл жылдың басында 1000-нан астам едік, ал қазір 36.000 болдық. Арнамыздың ауқымы кеңеюде. Ал сіз бізге қашан немесе қанша жазылушы кезінде қосылдыңыз? Пікірге жазып қойыңыздар. Бұл көрсеткішті келген жылдың аяғына дейін 100.000-нан асырып 200.000-ға жеткізейік достар. Ал енді мен сіздерге одан әрі өлеңмен жеткіземін. Міне тағы бұл жылда өтті бірдемде. 2020-да ғана болды індетте. Көзге көрінбес жаулап алып маңайды. Баз біреулер фейктермен алдайды. Шулап жүрер халық естіп жаңаны. Індет шындық, қоспа өтірік жарайды. Кетіп барды тұлғалармен таныстар. Тітіркеп дене, абжырап жанар қарайды. Өтті кетті бәрі де. Дүрбелеңдей індет бар ғой әлі де. Бірақ таңда кедергі болып тұрмасын. Өз жолыңды төтесінен жаппасын. Ашылсыншы, тыныс шіркін ашылсын. Бұл індеттер жойылып әлем басылсын. Ал тілеймін енді тілек кезегі, еселенсін бақыт нұры кешегі. Бізді көріп отқан экран артынан көрермендер ауырмасын дені. Жаңа жылда жаңа бақыт орнасын, баршаңызды зұлымдықтан сақтасын. Қош шартылар бір-бірмен табысын, ел беделі өсіп алда дамытсын. Шаңырақтардан қуаныш еш үзілмей, бақыт көзі әрдайымда ашылсын. Баршаңызға жаңа жыл құтты жыл болсын. Жаңа жылдарыңызбен.